Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода чизкейктің рецептісімен бөлісемін. Өте дәмді және жеңіл дайындалатын чизкейк. Чизкейктің печеньесін дайындаудан бастаймыз. Ұнымызға бір шымшым тұз салып, үстіне сахарная пудрамызды бірден саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Суық сары майды ұнымызға салып, қолымызбен езіп араластырамыз. Көп жағдайда чизкейктің основасын дүкендегі печеньелерді сатып алу арқылы жасайды. Егер осылайдан жасаймын дейтін болсаңыз, онда 300 грамм песочный печенье аласыз. Майды ұнмен араластыра отырып, песочный қамыр дайындаймыз. Бір жұмыртқаны шағып, қамыр илейміз. Егерде қамырларыңыздың басы бірікпей жатса, онда өте суық бір ас қасық суды құйсаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бетін пищевая пленкамен жабамыз. 2 сағат тоңазытқышта тұрған қамырымызды бірден пергамент қағазына ұнды себе отырып жаямыз. Қамырымыз піскен кезде көтеріліп кетпес үшін шанышқының көмегімен осылай тесеміз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 5-6 минутта пісіп шығады. Бөлме температурасында толығымен суытамыз. Толық суыған печеньені блендердің көмегімен үгітеміз. Егерде блендер болмаса, оқтаудың көмегімен де жасауға болады. Толық өтілген печеньені сары маймен араластырамыз. Сары майды микроволновкаға ертіп аламыз. Барлығын бірден қоспаймыз. Яғни қолмен араластырған кезде біздің печеньеміз бен сары майымыз бір-бірімен бірігіп, қолда жабыспауы қажет. Сүтімізді қосамыз және тағы да жақсылап қолымызбен еземіз. Басы бірігіп, жиналуы қажет. Дайын болған печеньемізді диаметр 20 см болатын формаға төсейміз және бортик жасаймыз. Енді чизкейктің салмасын дайындаймын. Планетарный миксердің осы насадкасын пайдаланамын. Егерде планетарный миксер болмаса, онда венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады. Творожный сырға бірден қантты салып, миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамын. Чизкейктің салмасын миксермен дайындауға болмайды. Егерде миксердің насадкасымен дайындайтын болсаңыз, онда көлемі ұлғайып, пісіп жатқан кезде атылып кетуі мүмкін. Творожный сыр жақсылап араласқаннан кейін жұмыртқаларды біртіндеп қосамын. Массамыз жұмыртқамен толық араласқаннан кейін сливкимізді құямыз. Ең соңынан бір ас қасық кукурузный крахмал қосамыз. Чизкейктің салмасы толығымен дайын болды. Енді салманы печеньеміздің үстіне құйып шығамыз. Осы рецептпен дайындалған чизкейктің салмасына нутелланы қоссаңыздар да болады. Немесе фисташковая пастаны да қосып, өзіңізге ұнайтын дәмді шығара отырып, чизкейк дайындай беруге болады. Құйылған салмамызды қасықтың көмегімен тегістеп шығамын. Дайын болған чизкейкті 140 градуста қызып тұрған пеште осылайна водяная баняны дайындап, екінші бір противенге 1,5 сағат пісіріп аламыз. Чизкейк піскеннен кейін пешіміздің бетін осылайна ашып қоя отырып, толығымен суытамыз және 8 сағат тоңазытқышқа қоямыз. Міне чизкейкіміз толығымен дайын, мынау кесілген бөлігі. Осымен мен өз видеомды аяқтаймын. Рецепт ұнап жатса жасап көріңіздер. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және кез келген комментарий қалдырыңыздар.